Берілетін халықаралық сертификат Қытайдың барлық провинциясына жарамды болмай отыр. Бұл туралы ұлттық аккредиттеу орталығы бас директорының орынбасары Серік Құрманғалиев мәлімдеді. Себебі мемлекеттің әр елді мекенінде заңды тұрғыда қоятын талаптары әртүрлі. Сондықтан елімізден тасымалданатын өнімдерді тек бір ғана провинцияға жеткізуге мүмкіндік бар. Бұл отандық өнім экспортының алға басуына едәуір кедергі келтіруде. Қытайдың өзінде әртүрлі провинцияларда әртүрлі заңдары бар. Яғни біз Қытайды бір үлкен мемлекет ретінде барлығында бір заң, бір стандарт деп ойласақ, оказывается, олардың әрқайсысында региональный стандарттар бар. Яғни біздің экспорттаушылар бірінші мемлекеттік талаптарға сәйкес болу үшін болу керек, одан кейін тағы да жергілікті стандарттарға сәйкес болу үшін барлық нелерін жасайды. Сол үшін кез келген экспорттаушы бір мемлекетке жаңағы тауарын экспорттаймын дейтін алдында сол мемлекеттің бүкіл техникалық реттеу жағынан стандарттарын, барлық заңнамаларын зерттеуі тиіс. Оңтүстік Қазақстан облысында алып трансформатор зауыты салынуда. Азия Трафа компаниясы онда қуаттылығы болашақта 110-120 киловатт болатын жоғарғы кернеулі трансформатор шығармақ. Тасса индустриалды аймағында орналасқан ең ірі жоба іске қосылса, 220 адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік туады. Кәсіпкерлікті қолдау картасының аясында жүзеге асырылып жатқан жоба құны 17,5 миллиард теңгені құрайды. Зауыт жылына 120 трансформатор шығаруға қауқарлы болады. Оның өнімдері Қазақстан мен тмд елдерінің сұранысын қанағаттандырады деп күтілуде. Сала мамандары осы жерден шығарылатын трансформаторлар шынайы бәсекелестікке төтеп бере алады деп отыр. Сонымен қатар зауыт өнімдерінің 50%-ын тмд елдеріне экспорттауды көздейді. Нысанды іске қосу жұмыстары 2018 жылдың 2-ші тоқсанына жоспарланған. Қазір осы трансформатордың бәрін Қазақстан шетелден әкеп жатыр. Ол енді Украина, Ресейден кіріп жатыр, көбісі Қытайдан кіріп жатыр. Соның бәрін осы жерде шығарамыз деп біз жоспарлап отырмыз. Бұл жерде салмағы 350 тоннаға шейін трансформатор шығады. Класс напряжение 110-220, келешекте 500 шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалғастырамыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Нартай Дүтбаевқа қатысты сот отырысы басталды. Республикалық әскери сот баспасөз қызметінің хабарлауынша іс материалдарында мемлекеттік құпия бар болғандықтан процесс жабық өтеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Нартай Дүтбаевты өткен жылдың желтоқсанында қамауға алған болатын. Оған және оның қасындағы 2 адамға мемлекеттік құпияны жария ету және қызметтік өкілеттілігін асыра пайдалану баптары бойынша айып тағылады. Айта кетейік, Нартай Дүтбаев ұлттық қауіпсіздік комитетін 2001 жылдың желтоқсанынан 2006 жылдың ақпанына дейін басқарған болатын. Түркияның қауіпсіздік қызметі жасақтаған қара тізімге Қазақстаннан 2000 адам ілікті. Жалпы бұл елге келуге шектеу 146 елден 54 азаматқа салынып отыр екен. Спутник Қазақстан басылымының хабарлауынша тізім лаңкестік күдікке алынғандар бойынша жасалған. Яғни Түркияның ішкі істер министрлігі бекіткен ресми құжатқа сәйкес бұл азаматтар Даиш ұйымына тікелей қатысы бар болуы мүмкін. Тізімнің басында Сауд Арабиясы, Тунис, Марокко, Тәжікстан, Франция, Ирак, Әзірбайжан, Бельгия, Ресей және Қазақстан тұр. Енді 54.781 адамның Түркияға турист болып та келуіне мүмкіндік жоқ. Оңтүстік пен Солтүстік Корея арасында келіссөз процесі өтуі мүмкін. Әзірге ресми Сеул бірінші қадамға барып Пхеньянға ұсыныс жіберіп отыр. Соңғы рет тараптар 2015 жылы кездесуге ниеттенген еді, бірақ келіссөз өтпей қалған. Ақпарға қарағанда бұл жолы қорғаныс күштері Йонхопхэнді аралығындағы әскери қақтығысты бейбіт жолмен шешуге әрекеттеніп көрмек. Өкілдер кездесуі Пханмунджо провинциясында, яғни 1953 жылы алғаш Оңтүстік Корея мен Корей Халық Демократиялық Республикасы арасындағы соғысты доғаруға қол қойылған Тангилгак аймағында өтуі тиіс. Ұсынысты Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Ин 6 шілдеде жасаған. Әзірге Ким Чен Ын билігі ресми жауап қатқан жоқ, дегенмен оны мақұлдаған деседі. Біздің ұсыныс бойынша Солтүстік Кореямен келіссөздер 21 шілдеге белгіленіп отыр. Пханмунджонның солтүстік аймағында өтеді. Арадағы әскери қақтығысты тоқтатуымыз тиіс. Бейбітшілік жолында Оңтүстік Корея әскерилерді кейін шегеруге әзір, бірақ әзірге келіссөздің қалай өтетінін нақты болжап айту қиын.
Ал бүгін Брюссельде Brexit келіссөздері бойынша кезекті раунд басталды. Тараптар практикалық бөлімде нақты 4 сұрақты талқылауға көшкен. Олар Еуродағы азаматтарының құқықтары, қаржылық қарым-қатынастар, Ирландияның ұстанымы және Еуропа мен Британия банктерінің ішкі қызметтерін бөлісу шарттары. Келіссөздің қорытындысы 20 шілдеде жариялануы тиіс. Еурокомиссия әзірге Brexit мәселесі бойынша біріккен жиынды қыркүйекке дейін аптасына бір реттен өткізіп отыруға ұсыныс білдіріп отыр. Сөйтіп күзге дейін барлық сұрақтар талқыланып бітпек. Ұлыбританияның қаржы министрі Филипп Хэммондтың айтуынша, қазір парламент мүшелерінің 80% Еуропалық одақтан шығуды дұрыс шешім деп санайтынын білдірген. Сондықтан үкімет инвестиция мен экономика, сыртқы сауда саттыққа қатысты бірқатар келіссөздерді дербес жүргізуге ұйғарым шығарып отыр. Ұлыбритания 2019 жылдың наурызынан бастап Еуроодақтан ресми шығуы тиіс. Бірақ біз экономикалық тәуелсіз болу үшін алдын ала біраз жоспарды құруымыз тиіс. Үшінші елдермен де қарым-қатынас бұзылмау керек. Сондықтан Брюссельдегі келіссөздердің маңызы зор. Өзге ақпараттар, өткен жылы Қазақстандағы білім беру ұйымдары 1,7 триллион теңге табыс тапқан. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 1,4 триллионға немесе 21,4%-ға артық. Статистика комитетінің хабарлауынша, негізгі және жалпылай орта білім қызметінің үлесі барлық табыстың 49,3%-ын құрады. Жоғарғы білім 18,1 және мектепке дейінгі білім 12,5%-ын алып отыр. 1,7 триллион табыстың 1,1 триллионы еңбек күшіне жұмсалған шығын ретінде аталып отыр. Айта кету керек, биылғы жылдың 1-тоқсанында 156 қазақстандық жоғарғы оқу орны қазынаға 5,1 миллиард теңге салық төлеген. Оның 2,2 миллиарды Алматы қаласынан, 1,3 миллиарды Астанадан түсіпті. Алғашқы 5 айда еліміз 1,6 тонна астық пен майлы дақылдарды экспортқа шығарған. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 16,7%-ға аз көрсеткіш. Сатылған өнім көлемі 255,7 миллион долларды құраған. Астықтың басым бөлігі Өзбекстанға жөнелтілген. 616 миллион тонна. Бұл астық үшін Алашапанда ағайын 72 миллион доллар төлеген. Өзбектерден соң қазақ астығы көп жөнелтілген елдер қатарында Тәжікстан, Қытай, Ауғанстан тұр. Бұл елдерге өткен 5 ай ішінде 700 мың тонна бидай сатылған. Атамекен бизнес ченел арнасы әдеттегідей әр дүйсенбіде алдағы аптаға теңгенің доллар мен рубльге қатысты валюта болжамын ұсынады. Алдағы аптада ОПЕК плюс мұнай пактісінің тарихи шешіміне соңғы нүкте қойылмаса да, аралық шешімі шығарары анық. Жағдайдың шешімі мұнай бағасының белгіленуіне маңызды рөл атқаратын картельдің жекелеген қатысушыларының өндірісті шектей алуына байланысты болмақ. Мұнай нарығындағы жағдайдан басқа теңге бағамына келесі аптада Еуропалық орталық банкінің ақша несиелік саясаты жөніндегі және ұлттық банктың пайыздық мөлшерлеме жөніндегі шешімі әсер етеді. Ал Ресейдің орталық банкі мөлшерлемені қазіргі деңгейде сақтауы ықтимал. Бұл негізгі мөлшерлеме тағы 25 базистік тармаққа төмендейді деген сарапшылардың болжамына қайшы келеді. Бұл теңгенің тағдырына белгісіздік әкеледі. Сарапшылардың толық пікірін abctv.kz порталынан оқи аласыздар. Қазақстандық өнерсүйер қауым Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында белгілі актер Владимир Толоконниковтың рухына тағзым ету үшін жиналды. Атақты актер ұзаққа созылған сырқаттан кеше көз жұмған болатын. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салу рәсімі Мәскеудегі кино үйінде өтті. Алматы қаласында өмірге келген әртіс 1973 жылы Ярославль театр училищесінің актерлік факультетін аяқтады. 1988 жылы «Ит жүрегі» фильмінде Полиграф Полиграфевичтің рөлін сомдағаннан кейін танымалдылыққа ие болды. Осы уақытқа дейін Толоконников 60-тан астам фильм мен сериалға түскен. Соңғы жылдары Алматыдағы Лермонтов атындағы Республикалық академиялық орыс драма театрында еңбек етті.
Его человеческая наивность. Ол өте аңғал, адамгершілігі мол жан болатын. Оған атақ бірден келмеді. Өнер жолында біраз қиыншылық көрді, бірақ соған қарамастан театр сахнасынан кетпеді. Оның сырқаттанып жүргенін білетінбіз. Мәскеуде ұлдары тұратын. Сонда бір жола көшетін шығармын деді. Мен оған, сен жайдан жай кете салмайсың. Театрдан кететін болсаң, қоштасу кешін ұйымдастыруымыз керек дедім. Оның жанына жақын семейный портрет с посторонним спектаклі болатын. Ол келмеске кетті. Енді бұл спектакльді Толоконниковсыз сахналаудың ешқандай мәні жоқ деп ойлаймын. Хабарымыздың соңында әдеттегідей спорт жаңалықтары, топтаманы бірге тамашалайық. Швейцариялық теннисші Роджер Федерер үлкен дулға санатындағы Уимблдон турнирінің 8 дүркін чемпион атанды. Финалда ол хорватиялық Марин Чиличпен кездескен. 1 сағат 42 минутқа жалғасқан тартысты бәсекеде Федерер 6-3, 6-1, 6-4 есебімен қарсыласынан басым түсті. Осылайша 35 жастағы швейцариялық теннисші өзінің спорттық мансабында үлкен дулға сериясындағы турнирде 19 рет үздік атанды. Ал Уимблдон бәсекесінде 8 рет топ жарып әлемдік рекорд орнатты. Бүкіл әлемдік бокс сериясының 7-ші маусымның жеңімпаздары анықталды. Финалдық сында елордалық Астана Арланс командасы қарсылас Куба Домодерос ұжымынан басым түсті. Қазақстан спорт кешенінде өткен тартысты бәсекеде кубалықтар 2-5 есеппен алда тұрған. Алайда жерлестеріміз барын салып, қорытынды есепті 6-5 қылып жеңіске жетті. Осылайша бүкіл әлемдік бокс сериясында Астана Арланс командасы 3-ші рет чемпион атанды. Тур де Франс велокөпкүндігінің 15-ші кезең аяқталды. 189 шақырымға созылған жарыс жолында голландиялық шабандоз Бауке Моллема топ жарды. Ал екінші орында итальяндық Диего Улисси болса, мәре сызығын 3-ші болып француз спортшысы Тони Галопен кесті. Ал Астана командасы сапынан ең үздік нәтижеге итальяндық Фабио Ару қол жеткізіп 31-ші орыннан көрінді. Жалпы есепте Астана командасының капитаны 2-ші орында. Ол Sky командасының өкілі британиялық Кристоф Фрумнан 18 секунд шығып келеді. Ал үздікшілікті Ромен Барде түйіндеп тұр. Айта кетейін, спортшыларда бүгін демалыс күні. Ал ертең шабандоздар 165 шақырымға созылған 16-ші кезеңде бақ сынайды.